Сәлем балалар. COVID-19 пандемиясы шарпыған түрлі елдердегі балаларға арналған «Сен менің батырымсың» атты ертегіні оқып беремін сендерге. Сара үшін бәрінен асқан батыр өз анасы. Өйткені ол дүниедегі ең жақсы мама, әрі ең жақсы ғалым. Бірақ тіпті Сараның анасы да коронавирусқа қарсы дәрі таба алмай келеді. COVID-19 түрі қандай? Деп сұрады Сара анасынан. COVID-19 немесе коронавирус тым кішкентай. Оның кішкентай болғандығы сонша көзге де көрінбейді. Деп жауап берді анасы. Ол ауырған адамдар жөтелгенде, түшкіргенде, не айналасындағы заттарға қолын тигізгенде таралады. Ауырған адамның қызуы көтеріліп, жөтеле бастайды, дем жетпейді, тынысы тарылады. Сонда біз оны көрмесек, онымен күресе алмаймыз ба? Деп сұрады Сара. Неге күресе алмаймыз? Әрине күресе аламыз, деді анасы. Сондықтан да Сара, сенің абай болғаныңды қалаймын. Вирус түрлі адамдарға әсер етеді. Және сол адамдардың әрқайсысы онымен күресуге септігін тигізе алады. Балалардың жөні бөлек, және оларда қарап қалмай күреске қолғабыс ете алады. Баршамыз үшін сенің абай болғаның керек. Сен менің батырым болғаныңды қалаймын. Түнде төсегінде жатып Сара өзінің қай жері батыр екен деп ойланды. Көңілі бұзылып қалған, мектепке барғысы келеді, бірақ мектеп жабық. Достарымен жолыққысы келеді, бірақ оның қатері бар. Сара осы бір коронавирус бүкіл дүниесін үрейлендіргенін қойсы екен деп тіледі. Балалардың супер күші бар емес пе? Деп ұйқылы ояу күбірлеп. Ал менің қандай күшім бар? Кенет түн тыныштығы бұзылып, біреудің майда дауысы мұның атын атады. Бұл кім? Деп сыбырлады Сара. Сара, батыр болу үшін саған не керек? Деп сұрады бұдан дауыс. Мен дүние жүзіндегі балаларға өзгелерді қорғау үшін өзін қалай қорғау керек екенін айтып берудің жолын тапқым келеді, деді Сара. Ал менен не қалайсың? Маған ұша алатын, даусын күшейтіп сөйлей алатын, маған көмектесе алатын әлде не керек? Ысқырған дыбыс естіліп, ай сәулесі түсіп тұрған жерде адам сенгісіз әлде не пайда болды. Сен кімсің? Деп таңдана сұрады Сара. Мен Ариомын, деді әлдене. Мен ешқандай Арио дегендерді көрген емеспін, деді Сара. Мен үнемі осында болғамын, деді Арио. Мен сенің жүрегіңнен шықтым ғой. Сонда қасымда сен болсаң, дүние жүзіндегі бар балаға коронавирус туралы айтып бере аламын деген сөз ғой. Сараның дауысы жарқын шықты. Мен батыр бола аламын. Тоқтай тұршы Арио. Жер жүзіндегі коронавирус жайлап тұрғанда саяхаттаған қауіпті емес пе? Менімен бірге жүрсең, ештеңе етпейді, деп жұбатты оны Арио. Екеуміз бірге жүргенде саған ешкім кесірін тигізе алмайды. Сонда Сара Арионың арқасына қарғып мінді де, екеуі жатын бөлменің терезесінен тура түнгі аспанға бір-ақ ұшып шықты. Олар жұлдыздарға дейін ұшып барып, айға сәлем берді. Күн көкжиектен енді көрінген шақта, олар алтын құмы көз қарықтырар шөл далаға қонып, пирамидалардың жанында ойнап жүрген балаларды көрді. Армысың, менің есімім Сәлем, деді балалардың біреуі. Мұнда не қып жүрсіңдер? Кешір, жаныңа жақындап бара алмаймын. Арамызда кем дегенде 1 метр қашықтық болу керек. Мұнда келгенімізде сол, деп айқайлап жауап берді Сара. Мен Сарамын, мынау Арио. Балалар көршілерін, достарын, ата-анасын, аталары мен әжелерін коронавирустан қорғап қала алатынын білесіңдер ме? Біз бәріміз қолымызды сабындап жуып жүруіміз керек.
Сәлем жымиып, оның сөзін жалғады. Білеміз, Сара. Одан бөлек, біз сәл сырқаттанып қалсақ, жөтеліп түшкіргенде, аузымызды шынтағымыздың бүгілген тұсымен қалқалаймыз. Кездескен жерде қол алысу үшін бір-бірімізге анадайдан қол бұлғаймыз. Біз сыртқа шықпауға тырысамыз. Бірақ қалада адам өте көп, бәрі үйде отыра бермейді. Бұл жағынан көмектесе алатын сияқтымын, деді Арио. Олар коронавирусты көре алмайды, бірақ мені көру қиын емес қой. Арқама мініңдер, бірақ бөлек-бөлек қанатыма отырыңдар. Екеуінің арасы 1 метрден кем емес. Арио көкке көтеріле жөнелді. Сара мен Сәлем әрқайсы өз қанатына мініп отырды. Ол қаланың үстінен ұшып бара жатып, қатты дауыс шығарып ырылдап, ән айта бастады. Сәлем далада жүрген балаларға: үйлеріңе барыңдар да жақындарыңа үйде отырған дұрыс екенін, бір-бірімізге қамқор болудың ең жақсы жолы үйден шықпау екенін жеткізіңдер, деп айқайлады. Жұрт көз алдындағы көрініске таң қалып, таңдай қақты. Олар қол бұлғап, үйлеріне кіруге келісті. Арио 7 қат көкке көтерілді. Сәлем жаттана айқай салды. Биікке ақ бұлттардың арасында ұшақ кетіп барады екен. Жолаушылар иллюминаторға телміріп, бұларға таңдана қарап қалыпты. Жақын арада адамдар біраз уақытқа саяхат дегенді тоқтатуға мәжбүр болады, деді Сәлем. Дүние жүзінде шекаралар жабылып жатыр. Бәріміз өзіміз тұратын елде, өзіміз жақсы көретін адамдардың қасында қалғанымыз жөн. Көп нәрсе өзгеріп кетті, деді ақырын Сара. Кейде одан шошимын. Өзгерістер адамды шошытып, шарасыз күйге түсіреді. Сара, деді Арио. Мен үрейленіп тұрғанда алдымен баяу тыныс аламын да, содан кейін деміммен жалын шығарамын. Арио аузынан орасан зор шар шығарды. Ал сендер қорыққан кезде қалай тыныштанасыңдар? Деп сұрады Арио балалардан. Мен жанында болғанда жаным жай табатын жақындарымды ойлаймын, деді Сара. Мен қасында болғанда өзімді қорғаны бардай сезінетін адамдарды, мысалы атам мен әжемді ойлаймын, деді Сәлем. Өздерін сағынып жүрмін, қазір оларды құшақтай алмаймын, өйткені коронавирус жұқтырып қою мүмкін. Әдетте біз оларға әр демалыс барып тұрамыз. Бірақ қазір баруға болмайды, біз оларды қорғауымыз керек қой. Сен оларға қоңырау шала аласың ба? Деп сұрады Сара. Әрине, деп саңқ ете қалды Сәлем. Олар маған күнде қоңырау соғады. Мен оларға үйде не болып жатқанын айтып беремін. Содан кейін олардың да менің де көңілім көтеріліп қалады. Дәл қазір көрісуге болмайтын адамдарды сағыну әбден қалыпты нәрсе, деп қостады Арио. Осындайда олар бізге қаншалықты қымбат екенін түсінеміз. Ал өзге батырлармен таныссаңдар, көңілдерің көтеріле ме? Әрине көтеріледі, деп Сара мен Сәлем жарыса қостады. Керемет, менің құрбым Сашаның аса айрықша супер күші бар, деді Арио. Алға! Олар бір тіндеп төмендей берді де шағын ауылға келіп қонды. Бір үйдің жанында кішкентай қыз гүл теріп жүр екен. Арио мен оның қанатына мініп отырған балаларды көргенде күліп жіберді. Арио! деп айқайлады қыз. Біз бір-бірімізге 1 метрден артық жақындауымызға болмайды. Сондықтан сені алыстан құшағыма қысамын. Бірақ мұнда не істеп жүрсіңдер? Саша, сен құшағыма қысамын дегеніңде құтты бір сенімен құшақтасып тұрғанымды сездім, деді Арио. Жай сөзбен әрекет арқылы қамқорлық пен мейірімді қалай жеткізуге болады десеңші? Мен достарыма сені супер күшіңді көрсеткім келеді. Менің
не қылған супер күшің бар екен? Деп таңырқады Саша. Сенің бір туысың ауырып қалғанда, сен ешкімге коронавирус жұқтырмаймын деп үйден шықпай отырсың, деп нақтылап түсіндірді Арио. Я, менің әкем ауырып қалды. Енді әбден жазылғанша өзінің жатын бөлмесінен шықпайды, деді Саша. Бірақ жағдай анау айтқандай жаман емес. Біз бауырларымызбен бірге ойнаймыз, ас әзірлейміз, жаттығу жасап би билейміз, кітап оқимыз. Мен кейде сабақ оқып та қоямын. Өйткені мектебімді қатты сағындым. Бастапқыда үнемі үйде отыра бергем біртүрлі көрінген. Қазір аса бір жаман емес сияқты. Я, кейде бәрімізге қиын тиетін жағдайлар болады, Саша, деді Арио. Сен өзіңе қызғыс тауып алып, үйде жақындарыңмен тату-тәтті тұрып жатырсың. Сондықтан да сен менің батырымсың. Сен отбасыңмен ұрысып қаласың ба? Деп сұрады Сәлем. Болып тұрады, деп күлді Саша. Біз шыдамды, сабырлы болып, бір-бірімізді түсініп, ренжіде қалсақ, сол арада кешірім сұрауымыз керек. Бұл ең басты супер күш. Өйткені ол өзіңнің де, айналадағыларыңды да көңілін көтере алады. Оның үстіне кейде өзіңнен өзің оңаша қалғанда керек. Мен ешкім жоқта ән айтып би билегенді ұнатамын. Кейде достарыма қоңырау шалып тұрамын. Арио, ал адамдардың үйі болмаса, не олар үйінен жырақта жүрсеші? Деп сұрады Саша. Бұл сұрағың өте орынды екен, Сара, деді Арио. Осыны анықтап алайықшы. Олар Сашамен қош айтысып, қайтадан көкке көтерілді. Ауа барған сайын жыли берді де, бұлар теңіздің ортасындағы бір аралға келіп қонды. Ол жерде адам толы лагерь бар екен. Бір кішкентай қыз бала бұларға көре сала алыстан қол бұлғады. Армысың, Арио? Сені қайта көргеніме сондай қуанып тұрмын, деді қыз. Бір-бірімізге 1 метрден ары жақындауға болмайды ғой. Сондықтан сенімен осы арада сөйлесемін. Достарыңмен таныстырсаңшы, менің атым Лейла. Сәлем, Лейла, мен Сарамын, мынау Сәлем, деп айқайлап жауап қатты Сара. Коронавирустан қорғануға қам жасап жүрген сияқтысыңдар. Тағы не істеп жүрсіңдер? Қолымызды үнемі сабындап жуамыз, деді Лейла. Ал жөтелгенде ауыздарыңды шынтақтарыңмен қалқалайсыңдар ма? Деп сұрады Сәлем. Ол қалай екен, көрсетіп жіберші, деп айқайлады Лейла. Сәлем көрсетті. Біз батыр болуға тырысып ақ жүрміз. Бірақ бір уайымым бар, деді Лейла. Сендерге айтып берсем бола ма? Біреу ауырып, қайтыс болыпты деп естідім. Содан қатты шошыдым. Адамдар коронавирустан қайтыс болуы мүмкін екен, рас па? Арио күрсініп, тізесін бүгіп отырды. Я, кішкентай батырларым, бұл өзі бір қызық нәрсе, деді. Кей адам тіпті жағдайын нашарламайды. Ал енді бірі қатты ауырып, тіпті қайтыс болып кету мүмкін. Сондықтан да әсіресе қарттарға және өзге сырқаты бар адамдарға ерекше қамқор болуымыз керек. Олардың сырқаты өзгелердікінен ауырлау тиеді емес пе? Кей кезде қатты үрейленген сәттерде ойша қауіпсіз бір жерде елестетіп көруге болады. Менімен бірге байқап көресіңдер ме? Балалар мақұлдап бас изеді. Арио балаларға көзін жұмып, өзін барша қорғалған сезінетін мекенді елестесін деді. Қандай да бір естелік, не өздеріңді барынша қорғаулы, қауіпсіз сезінетін кездеріңді еске түсіріңдер, деді Арио. Одан кейін сол қауіпсіз мекенде не көріп, не сезінгенін және ол жердің есі қандай екенін сұрады. Олар сол қауіпсіз мекеніңе тағы бір ерекше біреуді ерте кеткің келе ме? Және онымен не туралы сөйлесер едің? Деп сұрады.
әлденеге жабығып, не үрейленіп тұрғанда, өзіңнің қауіпсіз мекеніңе аттануыңа болады, деді Арио. Сендердің достарыңды, жақындарыңды ортақ қыла алатын супер күштерің де осы. Сондай-ақ сендерге мен де өзге қанша адамда алаңдайтынын ұмытпаңдар. Мұның да септігі тиеді. Бәріміз бір-бірімізге қамқор бола аламыз, деді Лейла. Дұрыс айтасың, Лейла, деп қоштады Арио. Біз қайда жүрсек те бір-бірімізге қамқор бола аламыз. Бізбен бірге саяхатқа аттанған келе ме? Лейла Ариомен және жаңа достарымен бірге саяхатқа аттанатын болды. Сара Лейланың бұларға қосылғанына қуанды. Адамдар кейде бір-біріне қолдау көрсеткені аса маңызды екенін біледі ғой. Олар бір ауыз тіл қатпады. Үнсіз ұшып келе жатты. Лейла да үндемеді. Ол жаңа достары оған алаңдайтынын, оған қамқор болатынын білетін. Бір кезде олардың алдынан қар жамылған асқар тау шықты. Арио шағын бір қалашыққа барып қонды. Бұлақ басында кішкентай балалар ойнап жүр екен. Олардың бірі «Арио!» деп қол бұлғады. «Сәлем, Ким!» деді Арио. «Сендерді коронавируспен ауырып шыққан достарыммен таныстырғым келеді», деді серіктестеріне қарап. «Қалай болды?» деп сұрады Сәлем. «Жөтеле бердім. Кейде өзінен өзі қызуым көтеріліп кетеді. Сондай-ақ шаршап, әлсіреп кеттім. Бірнеше күн ойынға да зауқым болған жоқ», деп айтып берді Ким. «Бірақ мен көп ұйықтадым. Ал жақындарым маған қамқор болды, күтім жасады. Ата-ана, ата-әжелерімнің кейбірі ауруханаға барып жатуға тура келді. Мейірбикелер мен дәрігерлер оларға өте жақсы қарады. Ал көршілер үй шаруасына қолғабыс етті. Бірнеше аптадан соң бәріміз жазылып шықтық. Мен Кимнің досымын», деді балалардың бірі. «Ким коронавирус жұқтырып, ауырып қалғанда онымен біраз уақыт кездесе алмай қалдық та. Екеуміздің достығымыз бұзылған жоқ. Мен үнемі оған алаңдап, уайымдап жүрдім. Енді қайтадан бірге ойнай аламыз». Кейде достарымыз үшін істей алатын ең маңызды шаруамыз оларды қорғау ғана, деді Арио. Тіпті сол үшін олармен біраз уақыт көріспеуімізге тура келсе де, ол аса маңызды. «Бұл біздің қолымыздан келеді. Бір-бірімізге қамқор бола аламыз», деді Лейла. Содан соң күндердің күні бұрынғыдай бірге ойнап, бірге мектепке бара аламыз, деп қостады Сәлем. Достар қош айтысып үйге қайтатын уақыт бопты. Олар бір-біріне осы бірге саяхаттаған қызық шақты ешқашан есінен шығармауға серт берді. Сара олар жақын арада кездесе алмайтынына қапаланды. Бірақ содан кейін Кимнің досы айтқан әңгіме есіне түсіп, еңсесін көтерді. Кімде-кім көрісе алмай қалды деген сөз, енді оны жақсы көрмейсің деген сөз емес қой. Арио бәрін үйлеріне апарып тастап, Сара әбден ұйықтап қалғанша ұшып кетпей біраз үлгерді. «Ертеңде дәл осылай сапар шексек бола ма?» деп сұрады одан Сара. «Жоқ, Сара, жақындарыңмен бірге болатын уақытың келді», деп жауап берді Арио. «Бүгінгі сапарымызды есіңнен шығарма. Өзің жақсы көретін жандарды қорғау үшін қолыңды сабындап жуып, үйден шықпай отыру керек. Ал мен әрдайым сенің жаныңдамын. Сен кез келген уақытта өзіңнің қауіпсіз мекеніңе аттанып, менің қасымда бола аласың. Сен менің батырымсың», деп сыбырлады Сара. «Ал сен менің батырымсың, Сара. Сен өзіңді жақсы көретіндердің бәріне батырсың», деп жауап берді Арио. Сара ұйықтап қалды. Ал таңертең көзін ашқанда Арио ғайып болыпты. Сонда ол Ариомен кездесіп әңгімелесу үшін өзінің қауіпсіз мекеніне аттанды. Содан соң ол сапар кезінде көргені мен білгенін түгел сурет қылып салды. Суретін көрсетіп, бәрін айтып бермек болып анасына жүгірді. «Анашым, біз адамдарды бәрінен қорғай аламыз», деп ол шаттана. «Сапарда мен қанша батырмен таныстым.
Сара, әбден дұрыс айтып отырсың, деді анасы. Дүниеде адамдарды коронавирустан қорғап жүрген батырлар өте көп. Мысалы, ғажайып мейірбикелер мен дәрігерлер бар. Бірақ сен әрқайсымыз күн сайын батыр бола алатынымызды есіме салдың. Ал мен үшін ең ұлы батыр сен.